Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Қазір көшеге шығып 10 адамға амандасып көріңіз. Біреуіңізге орысша, біреуіңізге қазақша. Қайсысы сізге жылы жауап қайтарады, қайсысы таңырқап қарайды. Міне, мәселе біз өз тілімізде ұялатындай не болды? Мен кеше дүкенге кірдім. Сәлеметсіз бе, бір нан бересіз бе дедім. Сатушының көзі бірден өзгерді. А что? Деді. Таң қалдым. Дәл осы сұрақты орысша қойсам, еш қиналмай жауап берер еді. Содан ойланып қалдым. Біз неге қазақша сұрақ естісек, шошып кетеміз? Әлде қазақша сөйлеу біз үшін әдеттен тыс жағдай болып кеткен бе? Бір қызығы, қазақ тілді ортада жиі орысша жауап береміз. Мысалы, автобуста қазақша сұрасаң, осы аялдамада түсесіз бе? Жауабы: да. Неге я деуге тіліміз бармайды? Бұл тек сөз емес, бұл ішіміздегі бір тұсау. Тіл тамыры, тамырды үзсең, ағаш қурайды. Біз өз тамырымызды өзіміз қиып жатқан жоқпыз ба? Тіліміз ұлтымыздың діңгегі. Егер ол қираса, біз кім боламыз? Ал егер бір сәт ойланыңыз, егер ертеңнен бастап барлық қазақша сөйлеуге көшсе, сіз сол ағымға ілесер ме едіңіз? Жоқ, әлде баяғы әдетке қайта орала ма едіңіз? Кейде өзіміз байқамайтын бір әдет бар. Қазақша сөйлегенде айналамызға қараймыз. Мынау не деп тұр деген көзқарасты күтеміз. Ал орысша сөйлегенде өзімізге еркін сезінеміз. Бұл не? Бұл жүйелі үйлестіретін ұялмау сезімі. Бала кезімізде не естідік? Орысша білсең ақылдысың, қазақша сөйлесең ауылдың баласысың. Кейбір ата-аналар мақтанады, балам орысша таза сөйлейді. Ал қазақша білмеу ұят емес, керісінше заманауи көрінеді. Араласатын сыныптастарды қазақша сұрақ қойсаң, достары күліп жібереді. Қазақша сөйлеп тұр ғой деп. Сол сәттен бастап балаларда бір қорқыныш қалыптасады. Өз тілінде сөйлеу мазақ болу. Ал шындық мынау. Егер сен өз тіліңде ұялсаң, сенің ұрпағың ол тілді білмейді. Сенің балаң қазақша білмесе, сен кінәлісің. Сен немерең қазақша сөйлемесе, сенің таңдауыңның нәтижесі. Тілден айырылған ұлт атынан, тарихынан, мәдениетінен айырылады. Сол кезде сенің балаң өзі қазақ деп айтуға ұялады. Ол кезде тым кеш болады. Қазақ тілі қазіргі бір күнде жойылып кетпейді. Оны ешкім ресми түрде жоймайды. Бірақ ол бояу, байқалмай үйдің ішінен өледі. Бәрі бір сәтте басталады. Әкесі мен анасы бір-бірімен орысша сөйлеседі. Себебі бір-бірімізге солай үйренгенбіз дейді. Ал бала олардың сөзін тыңдап өседі. Ол үшін ана тіл анасының тілі емес, үйдегі екінші тілге айналады. Кейін не болады? Бала мектепке барады. Онда мықты болу үшін орысша білу керек екенін түсінеді. Қазақша тек үйде ата-әжеге амандасу үшін ғана қажет. Ол тілді өмір сүру үшін деп қабылдамайды. Ең қауіпті сәт ата-ана баласына қазақша сөйлеуге тырысады, бірақ сол бала қазақша жауап бермейді. Өйткені оның санасында қазақ тіл тек ата-ананың қалжыңы сияқты екінші қатардағы тіл. Осыдан бастап тіл жоғалудың ең күшті механизмі іске қосылады. Үйде қазақша түсінеді, бірақ сөйлемейтін ұрпақ пайда болады. Бұны лингвистер бір буынды өлшеу деп, бір буынды сөйлемесе, келесі буын түсінбейді де. 20 жыл өтеді, сол үйдің немересі қазақша бір ауыз сөз білмейді. Ата-әжесі оларға ертек айтып бере алмайды. Туыстары жиналғанда бәрі орысша сөйлейді, ал қазақ тіл ол әлі бар сияқты, бірақ тірі емес. Егер сен қазір балаңа қазақша сөйлемесең, ертең сенің немерең саған: «Дедушка, что ты сказал?» деп тұраса, сол сәтте сен өзің қолыңмен тіліңді өлтіргеніңді түсінесің. Тіл жай ғана сөз емес, ол сенің атаңның дұғасы, әжеңнің әлдейі, анаңның саған айтқан алғашқы сөзі. Сен одан бас тартсаң, сол естеліктер де жойылады. Тіл жоғалған ел өзі де жоғалады. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Тіл халықтың жаны, жүрегі. Ана тілі ардақтамаған азамат туған халқын сыйламайды. Тіл ұлттың айнасы. Ана тіл ұмытқан адам халықтың өткенін де ұмытады. Ана тілің арың бұл, ұмытпауға керек құрал бұл. Ұлттың сақталуы да, жоғалуы да себебі болатын тіл.
Өз тілін қадірлеген ұрпақ елінде қадірлей біледі. Ана тіліңді ұмытсаң, болашағың бұлдыр. Тіл ата-бабадан қалған асыл мұра. Қазақ тілді ұмытқан тамырының қазақ жарғанымен тең. Тілің барда ұлтың бар. Тіл рухтың тірегі. Ана тілін қадірлемеген туған жерін сүйе алмайды. Ұлттың тозуы тілдің тозуынан басталады. Өз тіліңде сөйлеген ұрпақ мәңгілік жасайды. Тіл халықтың тарихы, мәдениеттің тағдыры. Тіліңді сыйласаң, еліңді сүйесің. Ана тіл білмеген халқының жүрегін түсінбейді. Тіл елдіктің тірегі. Қазақ тілде сөйлеу қазақ болмысының айғағы. Ана тілін жоғалтқан адам өз жүрегінің кілтін жоғалтады. Тілің тағдырың. Ана тіл ұрпаққа аманат. Тіл қорғау, ұлтты қорғау. Ана тіліңді ардақтасаң, болашағың жарық. Тіл рухани тәуелсіздік кепілі. Ана тілің алтын қазынаң. Тіл ойдың айнасы. Тіл ұмытқан, тегін ұмытқан. Ана тіл сүйген адам елін сүйеді. Қазақ тіл сақтау, ұрпаққа аманат, қазына сақтау. Тілдің жоғалтсаң, еркіндігіңді жоғалтасың. Ана тілі әр қазақтың жүрегіндегі жыр. Тіл мықтының ел мықты. Тіл халқы ең асыл байлығы. Ана тілің сенің ұлттың қасиетінің айнасы. Ана тілін ардақтамаған туған халқын сыйламайды. Ана тілін білмеген халықтың жүрегін түсінбейді. Ана тілін ұмытқан болашағын бұлдыр. Ана тілің арың бұл. Ана тілін сүйген бала елін сүйетін азамат болады. Өз тілінде сөйлеген ұрпақ мәңгі жасайды. Тіл жоғалған ел өзі де жоғалады. Тіл елдіктің тірегі. Тілді қорғау, ұлтты қорғау. Тіл барда ұлты бар. Тіл халықтың жаны, жүрегі, тіл ойдың айнасы, тіл рухтың тірегі. Тіл рухани тәуелсіздігін кепілі. Ана тіл ұрпаққа аманат. Ана тілінің алтын қазынаң. Ана тілін ардақтамаған туған халқын сыйламайды. Бала өз тілін құрметтемесе, ол халықтың тарихы мен болмысын да түсінбей өседі. Ана тілін үйрену ата-ананың парызы, себебі тіл арқылы бала өзінің тегін дәстүрін сезінеді. Ана тіл білмеген халықтың жүрегін түсінбейді. Әр ұлттың жүрегі оның тілі. Қазақтың салты, сән, әні, жыры халық тілінде. Егер бала қазақша білмесе, ол халықтың жанының толық сезіне алмайды. Ана тілін ұмытсаң, болашағың бұлдыр. Өз тілінде ажыраған ұрпақ тамырынан айырылған ағаш секілді. Балаға ана тілін үйрету, оның болашағына жарқын жол ашу. Ана тілі арың бұл. Тіліне немқұрайлық қараған адам арын жоғалтқанмен тең. Ата-ана баласының тілді қадірлеуді үйретсе, ол ұяттың да намысын да сақтайды. Ана тілін сүйген бала елін сүйетін азамат болады. Тілді сүйген бала өз халқын сүйеді. Өз тілін ардақтаған баладан отансүйгіштік сезім оянады. Тіл жоғалған ел өзі де жоғалады. Тілсіз халық рухсыз дене. Егер халық тілінің жоғалса, қазақ деген ұлт та тарихта өшіп кетеді. Тіл елдіктің тірегі. Елдің бірлігі, тәуелсіздігі, болмысы тіл арқылы сақталады. Қазақтың қазақ етіп тұрғанда оның тілі. Тілді қорғау, ұлтты қорғау. Тілді сақтамау ұлтқа қиянат. Әр қазақ өз тілін қорғау арқылы еліне қызмет етеді. Тілі барда ұлтың бар. Тіл бар халық мәңгілік жасайды, ал тілсіз халық басқаға сіңіп жоғалып кетеді. Ұлттың тозуы тілдің тозуынан басталады. Егер тіл жұбаланса, мәдениет те дәстүр де жойылады. Сондықтан тіл тазалығы сақтау, ұлттың болашағын сақтау. Тіл халықтың жаны, жүрегі. Халықтың жан дүниесі оның тілінде. Қазақтың көңілі, қайғысы мен қуанышы тек қазақ тілінде дәл жеткізуге болады. Тіл ойдың айнасы. Адамның ойы тіл арқылы айқындалады. Қазақ тілде сөйлеу жан қазақша ойлайды. Қазақша сезінеді. Тіл рухтың тірегі. Рухы биік халық. Тіл ардақтаған халық. Тіл рухты биіктеткен күш. Ана тілінің алтын қазынаң. Тіл баға жетпес байлық. Ол алтыннан да артық қазына, себебі тілсіз қазынада тарихта болмайды. Қазақ тілін ардақтау, балаға тәлім беру, ұлтты сақтау, рухани билікке жету деген сөз. Ана тілін құрметтеген ұрпақ
ешқашан адаспайды.